Ел білмейтін көне ем. Бірнеше жыл бұрын Қытайдан көшіп келген бір қарт кісімен дастархандас болдым. Ата-бабалары тастың тілін, шөптің сырын білген білгір емші болған жандар екен. Сол кісі ел біле бермейтін бірнеше көне ем түрлерін айтып берген еді. Қой ауруы деген бар. Балаға шыр бітпей, ыстығы біресе көтеріліп, біресе түсіп, іші өтіп мазасызданады. Мұндайда қасқырдың ернін дөңгелектеп кесіп алады. Сол дөңгелектен қой ауруы болған баланы өткізеді. Сонда бала жазылады. Ауыздықты алып қояды. Кептіріп қойса, көпке дейін емге жарайды. Керек болған жағдайда суға салып жібітіп, келесі балаға пайдалана беруге болады. Қасқырдың өңеште ем деп жазады. Қылтамақ болған адамды ыңғайластырып жатқызып, сол өңешпен су ішкісе, аурудан құлан таза құтылады. Борсықтың да емдігі мол. Оның тоқ шегін кептіріп, қақтап қояды. Соғыршек болған адамға қайнатып берсе, дем де жазылып кетеді. Жас балалардағы тіл көз кезінде жылы суға қасқырдың тісін салып, сол суға шомылдырса, ем болады. Үйге кіре берістегі есіктің тұтқасын сумен шайып, сол сумен көз тиген баланың денесін сүртіп шықса да болады. Құрбан айтқа шалған қойды сойған кезде жылылай оң көзін ойып алып, тұзға салып тастайсыз. Көз тигеннің емі сол. Бала ауырса, сол көзі суға бір шылап алып, баланың денесін сүртіп шығу керек. Немесе жаңа сойылған қойдың көзіне 7 адамға түкіртіп, көзді езіп, баланың бүкіл денесіне басынан аяғына дейін жағады. Содан әлжуаз бала мықты болып жазылады. Ал сіз осы ем түрлерін білдіңіз бе? Төменде жаза кетіңіздер.